Дүниежүзілік мұғалімдер күні жыл сайын 5 қазанда атап өтіледі. Өскелең ұрпақтың білім алуына қамқорлық жасау мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. 2019 жылы Қазақстанда педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Біз Қостанай педагогикалық колледжінің студенттері, болашақ мұғалімдер, ұстаздарымызға үлкен ризашылықпен қараймыз. Әрқашан мемлекеттің лайықты азаматтары болуға ұмтыламыз. Мұғалім қандай болса, қоғамда сондай болады. Қоғамда әрқашан мұғалімнің еңбегі ерекше бағаланады. Ол тек жаңа білім берген үшін ғана емес, қоғам заңдылықтарын және өзін-өзі сенімді сезіну үшін бағаланады. Все лучшее в человеке от семьи и учителя. Дорогие наши педагоги, вы мне крылья раскрыли и дали возможность взлететь. Благодаря вам я многому научился. Спасибо за труд, за мудрость, за доброту и радость, которую вы дарите каждый день. Учитель, нестареющее слово, свежо всегда и вечно будет ново. Пока земля кружится во вселенной, профессия учителя нетленна. И пусть сегодня город не рассвечен, пусть не звенят фанфары и салюты, в душе особой радостью отмечен великий труд учителя, он вечен.